Қайырлы таң, мен Асқар Сембай, Ақмола қаласының белсендісі. Бүгінгі сіздерге шығып тұрған мәселе алдағы сайлау жайлы айтқым келеді. Өздеріңіз білесіздер, 20 қарашаға Тоқаев сайлау кезектен бұрын, кезектен тыс өзінің сайлауын өткізбекші. Осы сайлауда өзін 7 жылға ұзартып мерзімін әділсіз сайлау өткізбекші ғой. Тағы да 7 жылға өзін бекітпекші. Көрдіңіздер ме? Мына жауыз Тоқаев осы қанды қырғында, қазақты қырған, енді міне тағы да 7 жыл отырмақшы. Сол айтарлыға. Енді бұл бүгінгі қазір кеше бүгін мына өзінің үміткерлерін өздерінің нелерін беріп жатыр. Тікелей эфирден өзінің шешімін айтып, сол президентке ұсынып жатыр. Олардың арасында енді бірінші болып Жасар Алқуаншалин болған. Одан кейін естіп отырмын Қайсар Уәлихан және мына Қожахмет, Хасен Қожахмет, бұрынғы желтоқсандық. Енді басқалары да бар шығар, бірақ осы үшеуін ғана неттім. Ал билік тарапынан енді мына әлгі нелер коалициясының атынан ұсынғанын басында айтып еді, мына Ермұрат Батиров деп, одан кейін қазіргінде білмедім енді. Сол міне қазіргі кезектегі мына кезектен тыс сайлауға мына Тоқаев бар күшін салып дайындалып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, мына сәуір айынан кейін сосын жазды күні мына 2 рет не болған? ОДКБ-нің несі дайындығы болды. Өйткені бірінші дайындық егер санасақ мынау недегі қаңтардағы ОДКБ бір келсе, одан кейін сәуір айында келді, жазды күні келді. Енді міне қазан айында жоспарланған, сол қазан айында осы 30 қыркүйектен бастап 8 қыркүйекке дейін Алматы облысы мен мына Жамбыл облысында өткелі жатыр. ОДКБ-нің несі? Әскери дайындығы. Енді оған енді өздеріңіз білесіздер, мына ОДКБ деген 92 жылы құрылған екен. Соған мүше болып отқан мына Армения, Тәжікстан, Қырғызстан, Ресей, Белоруссия. Осы жуырда қыркүйек айында мына Әзербайжан мен Армения соғысынан кейін, әлі енді оғадан кейін осы қыркүйек айында қайтадан қақтығыс болды да шекарадан кейін, бірақ содан кейін бір 3-4 күннен кейін басылған. Сол басылғаннан кейін осы қыркүйек айында Арменияға мына Нэнси Пелоси келген. Өздеріңіз білесіздер, Нэнси Пелоси деген мына ақш парламентінде өкілдерінің спикері, ақш-дағы 3-ші адам. Ол кезінде мына әлгі неге осы август айында, тамыз айында неге Тайванға барған. Ол сол Тайванға барғанда, ұшып барғанда, сонда Қытай билігі қарсы болып, содан кейін 10 күннің 2 аптама олар әскери дайындық өткізген. Сол ұшқыштарды сол күннен бастап көрдіңіздер ме? Енді бүгінгі сол Арменияға ұшып келгеннен кейін, енді Армения халқы, Армения билігі енді мына ОДКБ-дан шығамыз деген үміт айтып отыр. Халқы ұсыныс айтып отыр. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мына Азербайжанмен соғыс кезінде Пашинян, армянның несі, басшысы, үкімет басшысы ОДКБ-ға жолыққан Путинға көмектессін деп. Бірақ ОДКБ-нің басшылары енді негізі Путин ғой, 90% соның 90% соның әскері, олар бас тартты көмектесуден. Міне, содан кейін Армения шығам деген ұсыныс. Солай ұсыныс енді негізі ресми деректер бойынша ондай ұсыныс айтқан жоқ шығар, бірақ негізін алғанда сондай сөз болды. Халқы да соны талап етті. Қоғам да талап етті ОДКБ-дан шығуға. Көрдіңіздер ме? Бүгінгі енді мына 4-ші осы 30 қыркүйектен бастап 8-ші неге дейін
қазанға дейін бізді өтпекші. Енді бұл өткенде бұл әлгі ненің қарсанында 20 қарашада сайлау болады. Мына кім Тоқаев сол сайлауға дайындалып жатыр. Өйткені ол да түсініп отыр. Мына халық наразы екен. Бүгінгі мына не сайлауға бүкіл мына Ресейдің әскерін тартып жатыр. Өйткені мына сайлауға осы темір жолдан көрініп тұр, неше түрлі қару-жарақ, автокөліктер, арнайы техника барлығы сол оңтүстікке жұмылдырылып жатыр. Солар ертең осы неден кейін қалып қалуы мүмкін осында. Және де міне осы Ресейдегі болып жатқан мобилизациядан кейін біздің елге кірген адамдардың арасында енді 1.600.000 деп кім айтты? Ішкі істер министрлігі. Бірақ енді ол өзінің несінен халық наразы болғаннан кейін тайып түсіп, оның біразы шығып кетті деп отыр. Көрдіңіздер ме? Сол, өйткені мына билікке сенім жоқ. Мына солардың кіргендердің арасында 10.000 әскер, әдей арнайы дайындалған әскерлер болуы мүмкін. Оған кім кепіл беріледі? Ешкім кепіл берілмейді. Әдей дарына. Өйткені көбі де көргендер айтып отыр, олар енді 18 бен 40-ның арасындағы жігіттер келіп отқан. Олардың 10.000, бәлен миллион келді, оның арасында 10.000 деген көрінбейді ғой ол. Көрдіңіздер ме? Және де сол осы Тоқаев осы неге дайындалып жатыр сайлауға. Сосын тағы да бір айтарлығым, мына Ресейде кеше өздеріңіз көрдіңіздер, мына Путиннің мобилизациясы жұмылдыру енді негізін алғанда ол жай мына частично дейді, бірақ алғанда толығымен жүріп жатыр. 300.000 деп еді, ана өзінің қаулысында әдей пунктінде 1 миллионға дейін деген несі бар. Оны құпия ретінде көрсетпей отыр. Ол әлгі қызметті қолданыстағы бұйрық ретінде болып отыр. Көрдіңіз бе? Ал айтарлығым, негізі Путин мына бүкіл орыс емес, славян емес халықтарды жұмылдырып жатыр. Славяндарды алып жатқан жоқ. Оған дәлел, міне қараңыздар, мына Қырым татарындарды өңкөй Қырымнан жұмылдырып жатқандардың ішінде Қырым татарлары көбі. Және де Астрахан облысында кеше көрдіңіздер 90% қазақтар. Саратов облысында кеше ана тізбектеп қарады, ана шақырып жатыр бір ауылында, соның ішінде 60-70% қазақтар. Қараңыздар. Негізінде алғанда Астрахан облысында қазақ деген 15%-дан аспайды. Көрдіңіздер ме? Мына Путиннің саясаты. Бұл анау орыс емес халықтарды осы мобилизация арқасында қыру. Өйткені олар көтерілмесіндер. Бүгінгі міне Дағыстанда дағдарыс болып жатыр. Енді дағдарыс болғанда көтеріліп елді мекендер барлық жерде нетіп жатыр, қарсылық танытып жатыр, наразылық танытып жатыр. Ал басқа региондар үнсіз әзірше. Бүгін енді міне Москвамен, бүгін сағат 10-да Москвамен Петербургте наразылық нетіп, акция жүреді деген бүгін енді осы қазір жүріпті жатқан шығар ол. Сол айтарлам. Енді бір қызығы айтарлыға мына Путиннің жағдайы одан шайын мүшкіл болғаны мынадан білініпті. Қазір мына әскерге жұмылдырған адамдар өздері мынау рюкзак, фонарик, сосын бар мынау жататын қапшық, сосын бір тәулікке тамағын, аяқ киім, ішкі киім, мынау бронежилет пен мынау каска бар ғой, соларды өзімен алсын деп. Тізбектеп тізімін қойып қойыпты. Көрдіңіздер ме? Бұл нені білдіреді? Бұл мензейді өйткені Ресей әскері, мына әскерді қамтамасыз ету жағдайы тіпті 0 деуге болады. Өйткені ана батыс сарапшылар айтып отыр, бұл 300.000 миллионға мобилизация жасайым деп бүкіл елді дүрдіктіріп, біраз орысын басқа іргелес шекараға ашық қойып әдей сонда жіберді де, енді өзін алғанда оны қамтамасыз ететін ар жағында жағдайы да жоқ. Қару-жарағы да жоқ, оны қамтамасыз етуге. Логистикасы да жоқ. Дайын емес. Және де мынау генерал, мына жоғары офицерлік состав әскери қолбасшылары жоқ. Ол тапшылық болып жатыр. Көрдіңіздер ме? Міне әскери техникаларын көрдім. Міне бір жерде ана суретке түсіріпті. 65-ші жылдағы шығарылған краздар соларды жұмылдырып жатыр. Консервация тұрған. Солар жұмылдырып жатыр. Кезінде крас ол мынау неде
Кременчуг автозаводында шыққан Украинада. Бәлен 80 жылы ол жабылып қалды ол. Содан бері шықпайды ол. Көрдіңіздер ме? Қандай жағдай кімнің? Ресейдің. Сол енді осы тығырыққа тірелгеннен кейін бұл өзінше қоқандастық көрсетіп, қазіргі күнде міне 4 регионнан референдум бітіп жатыр. Енді міне 27-сі бүгін бітті, ертеңнен бастап олар бұл Кремльде бұның нәтижесін ертең жария етеді. Содан кейін 29 күні бұлар мемлекеттік думада, Госдумада ма бұл шешім қабылдайды бұлар. Бұл 4 аймақты Ресейге қосам деген. Осындай дума шешім қабылдағаннан кейін 30 күні жоспар бойынша Путин неге үндеу тастайды халқына. Қасиетті соғысқа шығайық, біздің Ресейге шабуыл жасады украиндар деп. Көрдіңіздер ме? Міне, осыны неткеннен кейін ол айтады, ар жағында мен мына егерде бүгінгі күнде мына шабуыл жасауын тоқтатпаса, онда мен керісінше ядролық қарумен бопсалап отыр. Өйткені ол әлгі оның Украинаның мына негізгі ірі стратегиялық нысандарына соққы бермекші. Мына әлгі темір жол, сосын барып ТЭЦ электрқуатын, су қоймаларына мына гуманитарлық апат нету үшін. Көрдіңіздер ме? Содан кейін оған әрине кім қайта кері соққы береді? Украина. Соққы береді, мынау шекарасы, Ресеймен шекарасы 5 облыста солардың қоймаларын, солардың нысандарына соққы береді. Одан кейін кім Путин өзінше мен ядролық немен бопсалап ядролық соққы беремде сол қорқытып отыр. Оның міне соңғы тәсілі бітті, оның саудасы. Көрдіңіздер ме? Тығырыққа тірелді бүгінгінде. Оның әлгі арқа сүйіп отқан мынау Си Цзиньпинді міне өздеріңіз көріп отырсыздар, 6000 рейстер, ұшақтың рейстері, көлік халық тасымалдайтын пойыздар барлығы тоқталып тұр. Бүгінгінде енді үлкен, енді әлгі бүгін Юрий Швец айтады, Австралияның несі жаңалығы бойынша, енді ол Австралия неден Қытайдың несін өте жақын болғанда байланысы тығыз дейді. Сонда солардың несі бойынша, олардың тыншылары бойынша негізі ешқандай переворот болған жоқ. Мына мемлекеттік көтеріліс ештеме болған жоқ деп отыр. Басқа нелерге Біляштың несіне тыңдаса, ол Хузинтаудың несінде үйінде Хузинтау деген бұрынғы несі болған, мына кімге дейін, Си Цзиньпинға дейін президенті болған, компартияның басшысы болған, соның үйінде үйғамақта дейді. Енді оны бір Құдай біледі, не болады. Бірақ бір нақты Қытайда үлкен дағдарыс болып жатыр. Үлкен өзгеріс алдында тұр. Көрдіңіздер ме? Егер мынау Қытайда сол өзгеріс болып, бүгінгі Си Цзиньпин тағынан тайса, онда бізге өте жақсылық болады. Өйткені мына өздеріңіз білесіздер, 20-шы компартия съезі болайын деп жатыр. Мына Қытайдың 20-шы компартия съезі болды. 16-шы қазан болады. Мен қарадым жексенбі күні. Бірақ ойладым, жексенбі күні неге болады? Бірақ олардың өздерінің календары бар ғой. Сол жексенбі күні 20-шы не болады? Компартияның съезі болады. Осында бар мәселе осында шешіледі. Осы Си Цзиньпин 3-ші кезеңге қала ма, қалмай ма? Осы мәселе шешіледі. Әрде бүгінгінде мына қамауға алынып, бүгінгінде шешіліп қойған шығар. Оны бір Құдай біледі, әрине. Енді күннен күнге ақпараттар әртүрлі келіп жатыр. Сол айтарлығым. Және де тағы да айтарлығым мына біздегі Қазақстандағы мынау сайлауға қатысты айтқым келіп отыр. Біз мына сайлауға қарсы болуымыз тиіспіз. Мына бүкіл тосқауылдар шектеулерін алдыртуға наразылық таныту тиіспіз. Әрине, мен түсініп отырмын оны, өйткені бір себеп керек. Және мен кеше Әблязовты тыңдадым. Ол да айтады, біз мына сайлауды пайдалану керекпіз. 19-шы жылдағы 9 июньдағы не сияқты бұл үлкен бізге себеп дейді.
если Қазақстанның халқы 19 миллион 700 болса, соның 12 миллионы, енді 12 миллион үстінде ғой, 12 миллионы осы неге сайлауға құқығы бар. 12 миллион адам сайлау учаскені келуі тиіс. Егер де бізде Қазақстан бойынша енді бір 11 мың участок болса, сайлау участок болса, оның сол барлық учаскелерге барады ғой. Несін, неге президенттік сайлауға өз дауысын беру үшін. Көрдіңіздер ме? Және де айтарлығы мына бүгінгі мына кім Тоқаев осы сайлауды алдын ала жоспарлап, мына оған ол ең қорқынышты өткен сайлаудан сабақ алғаны ол мына бақылаушыларды. Бүгінгі бақылаушыларға жаңадан заң қабылдап, қазір тіпті оларға шектеу қойды. Ешқай жерде түсіруге болмайды. Өздерінің нелері ғана тіпті, мен оны барлығын айта алмаймын, бірақ ішіне кіріп түсіруге болмайды. Шектеулдер қойды. Көрдіңіздер ме? Өйткені мына бүкіл мына сайлаудың нәтижесі шет жаққа кетпес үшін сондай шектеу қойып отыр. Баяғыда әлгі экспул деген болған. Экспул деген мынау әлгі сайлау бітпей жатып, алдын ала мынау әлгі адамдар санап, жоспарлап, міне 12 сағатта осынша адам берді, ана сағатқа осынша берді деп экспул алдын ала жобалап прогнозировать етіп айтып отыр. Қазір оның бәрін алдыртып тастады. Тікелей не жасау болмайды. Қазірдің өзі көріп отырсыздар, мына билік жалғыз-ақ мынау өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағынан емес, және де мынау мұғалімдерді де дайындап отыр. Қазір оларды дайындап, қызыл дайындап қойып, мына бюллетендердің бәрін жазып та қойған шығар өздеріне. Міне, қарайтын. Учаскаларға бөліп, өздері қарқынды дайындап болып отыр. Қазағым сол саясатқа араласпаймын деп біз тыста қалмайық. Біз үшін мынау жауыздар шешіп жүрмесін. Біз мына 5 июндегі болған референдум бұл репетиция деп білінеді. Ол міне халықтың көңіл күйін, жағдайын, тамырын осы референдум өткізіп біліп алды да, енді халық референдумда 5 маусым күні барлығы бір қолдай болып, барлығы барып, барлығы болғанда енді 20-25% шығар, бірақ ол өзінікін 70% деп жазды. Ешкім ләм деген жоқ қой. Референдумның несіне, мына нәтижесіне қарсы шығып, қазақ көтерілген жоқ, халық көтерілген жоқ, наразылық танытқан жоқ. Осыны көрді де, қазіргі күнде міне осы сайлауды жүргізбекші. Көрдіңіздер ме? Міне, осыған біз қазірден бастап енді қауым болып, осыған наразылық танытып, мынаған біздің ертеңгі тағдырымыз бар. Халқымыздың тағдыры, ертеңгі тіліміздің тағдыры. Мына билікке сенім жоқ, мына жауызға сенім жоқ. Бұдан жақсылық күтпейік. Бұл бүгінгінде мына Путиннің, енді арқа сүйіп отқан Путиннің бұл вассалы құлы соның әрекетімен ғана жүреді. Артында Назарбаевтың тұр. Назарбаевтың бүкіл байлығын осы сақтап қалу үшін соған мүдделі соның ізбасары болып отыр. Ешқандай не жоқ әлгі. Бүгінгінде әлгі сатып алдына 6 жылға сотта деген бұл бәрі далбаса, бұл бәрі қойылым. Не дариға сотталған жоқ. Не ана кім несі інісі Әбіш Самат Әбіш бә, Әбіш Самат бә, әйтеуір сотталған жоқ. Болат Назарбаев сотталған, ешқайсы сотталған жоқ. Күйеу баласы Құлыбаев та сотталған жоқ. Барлығы отыр өз орнында. Міне, қараңыз, айтарлығым. Жақсы, осымен мен шектелейін, жақсы, сау сәлемет болыңыздар. Дайындалай қазағым, үлкен дағдарыс болайын дептер. Біздің ұлт тағдыры қыл үстінде тұр. Мына бекерден бекер орыстарды кіргізген бекерден бекер емес. Өңкөй славяндарды ғана шақырмай, өңкөй басқа ұлттарды шақырып, Путин мына геноцид жасап отыр. Енді сол бізде де соған келе жатыр. Қазақты жайды осынғы дейін 3 ғасырдан артық осы геноцид жүргізіліп келеді. Осы орыс тарапынан, орыс билігінен. Көрдіңіздер ме? Аңқау болмайық, алданбайық. Ақ пен қараны айырайық. Жақсы, сау сәлемет. Жақсы, рахмет сіздерге назарларыңыз.